Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын панкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жарып алған жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып алғаннан кейін бір кесе піскен сүтімізді құйып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және жарты кесе сұйық майымызды құятын боламыз. Тағы кішкене араластырып, қопсытқышымызды салатын боламыз. Қопсытқышымызбен бірге електен өткізілген ұнымызды да салатын боламыз. Барлығын тағы жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамызда ешқандай артық қалмауы керек. Ұндарыңыз аз болса, кішкене қоссаңыздар болады. Бұл рецептке ешқандай миксердің қажеті жоқ, венчик немесе шанышқы қолдансаңыздар болады. Біздің массамыздың қоюлығы осылай болу қажет. Сіздердікі сұйықта болса, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Ал енді қызып тұрған табамызға щетканың көмегімен кішкене май жақсаңыздар болады. Сосын жаңағы массамызды асықпай құйып, екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Асты піскен соң екінші бетіне аударамыз. Осылай барлық панкейкімізді пісіріп аламыз. Біздің панкейктеріміз өте керемет болып шығады. Біздің панкейктеріміз дайын болды. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколад немесе тосап жағып жесеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен керемет рецептермен бөлісетін боламын.